Сәлеметсіздер ме оқушылар? Биология 8-ші сынып, сабақтың тақырыбы эмбрионалдық даму кезеңдері, ұлпалар мен мүшелердің дифференциялануы. Бүгінгі сабақта меңгеретініміз эмбрионалдық даму кезеңдерін сипаттау, әртүрлі урық жапырақшаларынан қалыптасатын ұлпалар мен мүшелердің дифференциялануын анықтаймыз. Оқушылар, төменгі сыныпта онтогенез деген ұғыммен танысқан болатынбыз. Онтогенез ағзаның жеке-дара дамуы. Онтогенез ағзалардың ұрықтануынан бастап, тіршілігінің соңына дейінгі барлық өзгерістің жиынтығы. Онтогенез терминін неміс биологы Геккель ұсынған. Ал ұрықтану дегеніміз гаметалардың қосылып, зиготаның түзілуі. Ары қарай зиготадан мүшелер қалай түзіледі? Міне мүшелердің түзілуі, яғни онтогенез деп аталады. Онтогенез екі кезеңге бөлінеді. Эмбрионалдық кезең және постэмбрионалдық кезең деп. Эмбрионалдық кезең дегеніміз ұрықтанған жұмыртқа зиготаның бөлшектенуінен бастап, яғни дүниеге келгенге дейінгі кезеңді атайды. Ал постэмбрионалдық кезең дегеніміз эмбриондық кезеңнен кейін дүниеге келгеннен өмірінің соңына дейінгі кезең постэмбрионалдық кезең дейді. Мұнда суретке қараңдаршы, эмбрионалдық даму кезеңі барлық жер бетіндегі тірі ағзалар бірдей жүзеге аса бермейді. Мысалы, бірінші суретте бунақ денелерді қарап отырмыз. Бунақ денелердің даму сатысы. Бунақ денеде қарайтын болсақ, жұмыртқа, дернәсіл, қуыршақ, имаго. Бұл дернәсілдер арқылы жүзеге асатын болса, келесі қағанақты сүтқоректілер жорғалаушыға тән жұмыртқа арқылы жүзеге асады. Ал мына көріп отырғандай, үшінші суретте сүтқоректілерге тән толық ұрықтану, ұрықтың дамуы және постэмбрионалдық даму толық бөлшектену арқылы жүзеге асып отырғанын көріп отырмыз. Постэмбриондық даму дегеніміз дүниеге келгеннен кейінгі, яғни сәбиге келгеннен кейін ары қарай өсіп, өзінің тіршілік әрекет циклындағы ең соңғы қарттық кезеңнен өтіп, осы өмірдің соңына дейінгі уақытты көруге болады. Мына суретте көріп отырсыңдар, сәбилік кезең, ересектік кезең және қарттық кезеңдер. Жалпы біздің бүгінгі сабағымыздың нағыз сипаттайтын эмбриондық даму кезеңдері дейтін болсақ, ол эмбриондық даму бөлшектену, ұрық жапырақшаларының түзілуі, органогенез кезеңдерден тұрады екен. Мына суретте назар аударатын болсақ, яғни бөлшектену сатысы көріп отырғандай, бірінші суретті қарайық. Бірінші ұрықтанған жұмыртқа жасушасы зиготада. Осы зиготаның бөлшектенуі қалай жүзеге асады? Әрине, яғни митоз жолымен бірнеше қайта бөлінген кезде ең бірінші зиготамыз тігінен 2-ге бөлінеді. 2-еуіміз 4-ге бөлінеді. 4-еуіміз 16-ға, 4 сағаттың ішінде 64-ші қуыс шар тәрізді ұсақ жасушалар пайда болады. Ал жасушаларды бластомерлер деп атаймыз. Бластомерлер ары қарай бір қабатты ұрық жасушасы бластоланы түзеді. Бластола балалар көз алдымызға елестететін болсақ, мына дөңгелек шарды, яғни біз үрлейміз. Үрлегеннен кейін сол шарды ішке қарай қолымызбен ақырын бүктеп көретін болсақ, мынадай ішке қарай жұмырылып бара жатқан көріністі байқауға болады. Бұл екінші қабатты ұрық жапырақшасының түзілуі басталып бара жатқан үрдіс болып саналады. Келесі бізде гастрола сатысы. Балалар осы бір қабатты ұрық жапырақшасы ішке қарай жұмырылады да екінші қабат пайда болады. Сонда екінші қабаттың пайда болу үрдісі гастрола деп аталады. Сол екінші қабатта пайда болған ішінде бос қуыста да болады. Ол қуысты гастросел деп атайды. Екінші суретке назар аударайық. Сыртқы жақтан түзілген жасушалар тағы да ішке қарай бөлініп түзе бастайды да, одан ары қарай үшінші қабат түзіледі.
Үшінші қабат сендер осы уақытқа дейінгі өткен боларсыңдар. Мезодерма деген қабат. Мезодермадан ары қарай ұрық қалай дамиды? Әрине, ол мүшелер дамиды. Ұрық жапырақшаларының қабаттары эктодерма, мезодерма, энтодерма қабаттарын көріп отырмыз. Эктодерма дегеніміз басындағы бластула кезеңіндегі бірінші қабатын эктодерма деп атайды. Ал бірінші реттік гастрола сатысында ішкі қабат энтодерма түзіледі. Ал ортаңғы қабат мезодерма деп аталады. Бұл соңғы гастрола сатысында жүзеге асады. Эктодерма қабатында мүшелер мен ұлпалардың түзілуі, яғни тері. Тері бездерін көріп отырмыз. Түр өзгерістері, тырнақ, шаш, түк, жүйке жүйесі, ми және жұлын жатады. Біз сыртқы ортамен мимен байланыс жұмыс жасаймыз, сондықтан да ол эктодерма қабатынан түзіледі. Ми мен жұлын барлық ақпаратты жауап беретін сезім мүшелеріне, яғни құлақ есту арқылы, мұрын иіс сезу арқылы, тіл дәм сезу арқылы сезім мүшелері де осы эктодерма қабатына жатады екен. Келесі бізде мезодерма қабаты, яғни қан тарату жүйесі жатады. Мұнда зәр шығару мүшелері, бүйрек, қуық, және де жыныс мүшелері жатады. Ал қаңқа, бұлшықет, бұлар да осы мезодерма қабатынан түзіледі. Ең соңғы қабатымыз энтодерма. Бұл ішкі қабат, яғни асқорту жүйесі, ішкі секресиялық бездер, тыныс алу мүшелері. Тыныс алу мүшелері жатады. Енді тапсырма. Берілген сандар бойынша эмбриогене сатыларын атаңыздар. Ойланайық. Міне бірінші суретте бізде зигота, 2 бөлшектену, 3 бластола, 4 бірінші реттік гастрола, 5 екінші реттік гастрола. Келесі тапсырма. Ұрық жасушасы қабаттарынан түзілетін мүшелерді жазыңыздар. Эктодерма, мезодерма, энтодерма. Ал ойланайық. Әрине, эктодерма қабатында тері май бездері, терінің түрі өзгерістері, жүйке жүйесі, сезім мүшелері жатады. Мезодерма қабатында тірек, қимыл жүйесінің мүшелері, қан тарату жүйесі мүшелері, зәр шығару жүйесінің мүшелері және тыныс алу жүйесінің мүшелері жатады. Энтодерма қабатында асқорту жүйесінің мүшелері, эндокриндік жүйе, тыныс алу жүйесі. Келесі тапсырма. Берілген бос тор көздерге ұрық жасушасы қабаттарынан түзілетін мүшелерді анықтап, қосу таңбасын қояйық. Ал ойланайық. Дұрыс жауабын қарайық. Дұрыс жауабы бауыр энтодерма қабатында, ми эктодерма қабатында, бүйрек мезодермада, өкпе энтодерма қабатында, ми сауыты мезодермада, тырнақ мезодерма қабатында, жүрек мезодерма, көз эктодерма, гипофиз энтодерма қабатында. Міне оқушылар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше күн жақсы болсын.